Елімізде көлік арзандайды, өйткені темір тұлпарды дайын күйде шеттен тасу азаяды. Есесіне көлік шанағын түгел өзімізде бояп, дәнекерлейміз. Бұған дейін мұндай болмаған еді, көлік шығаратын зауыт Алматыда бой көтерек. Бүгін Алматыға жұмыс сапармен барған мемлекет басшысы кәсіпорынның іргетасын қалады. Ол жерден 2025 жылдың ортасында алғашқы көліктер шығарыла бастайды. Алдағы уақытта осы индустриалды аймақта көлікке қажетті бөлшек шығаратын бірнеше зауыт салынады. Шамамен 2024 жылдың ортасында темір тұлпардың орындығы пластик бұйымдары мультимедиалық жүйесі Алматыда жасалатын болады. Қыркүйекте Қытайдың төрағасы елімізге келгенде біздегі көлік компаниясы қытайлық 3 кәсіпорынмен келісім жасаған болатын. Көршілден шығатын 3 түрлі темір тұлпардың 9 моделі енді Алатау бөктерінде құрастырылады. Зауытта жылына 90 мың көлік шығарылады, 60% экспортталады, ал қалғаны ішкі нарыққа кетеді. Бұл жоба өте керек. Си Цзиньпин мырза биыл Қазақстанға келген кезде келіссөздер болды, құтты болсын деп айтқым келеді.